Сәлем достар, сіздермен Диляра. Бұл видеода бауырсақ рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүт пен суды құйып аламыз. Тұз, аштыққа қант саламыз. Жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Апарамыз көтерілгенше. Содан соң сұйық май құйып, ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Арасында 2-3 рет қолымызды майлап басып қоюға болады. Осылай көтеріледі. Қамырды 3 бөлікке бөліп, қатты жұқа қылмаймыз, өйткені бауырсағымыз қатты болып қалады. Стаканмен дөңгелек қылып форма жасаймыз. Қалған қамырдан дәл солай формалар құраймыз. Орамалмен бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Бауырсақтарымыз көтерілу қажет. Қызып тұрған майға салып, пісіріп аламыз. Жиі араластырып тұрып, қызарғанша пісіреміз. Бір жағы піскен соң аударып, екінші жағын пісіреміз. Яғни қуырып аламыз. Қалғандарын дәл солай істейміз. Өте дәмді бауырсақтарымыз дайын. Маған осы рецепттің ұнайтыны келесі күні де жұмсақ болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.